Альхамдулилля, қазір таңда мысалы ағым деп жатыр ғой. Міне альхамдулилля, Аллаға есеп шүкірлер болсын. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар. Қараңызда. Бұл айтқан уақытта ол осы қазақ еліне қызмет жасайтын. Қараңызшы. Діни мәселеге жауап беретін. Қараңызда. Діни сұрақтарға жауап беретін. Барынша еліміздегі діни ахуалға, былай айтқан кезде кеңінен қарап, соларға сұрақтарына кейде фәтуа керек болады. Фәтуаларды беріп отырған үлкен бір орында, құрметті ағайын. Ол жерде мықты бүкіл өмірін білімге арнаған 15, 20, 30 жылдап білімін немесе өмірін білімге арнаған ұстаздарымыз отыр да, құрметті ағайын. Мақсатында осы елге қызмет жасау, басқа ешқандай нәрсе жоқ. Және де қараңыз, жақында альхамдулилля бізде мынау Алматыда жақында не қылды, ғылыми зерттеу институты ашылды, қараңызда. Былай айтқан уақытта біздің ата-бабаларымыздың ұстанған ұстанымын, қараңызшы, жазған кітаптарын, солардың бәрін қайтадан жарыққа шығарып жатыр, құрметті ағайын. Ғылыми зерттеу арқылы жамылған далалар емес, фактпен, дәлелмен, құрметті ағайын. Бұл да үлкен жетістік, құрметті ағайын. Бұл Алла тағалаға есеп шүкірлер болсын. Міне айтып тұрған мәселе бізде дін мәселесінде Қазақстанның былай ата-бабамыз ұстанған ұстанымында бізге нақтылап беретін діни басқарма бар, құрметті ағайын. Сол үшін бұл жерде ұстаздар бар, ол жерде ғалымдар бар. Желі мәселесінде YouTube болсын, каналдары бар, Facebook болсын, TikTok болсын, қараңызда, бүкіл жерде каналдары бар, парақшалары бар. Қазақ халқына қызмет етіп жатқан. Дұрыс, қараңызшы, дұрыс пен бұрысты ажыратып, тереңін беріп жатқан жұмыс, еңбектері бар, құрметті ағайын. Сол әрқашан біз ағым мәселесіне қатты мән берейік.